Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен молочный десерттер дайындайтын боламыз. Жасалуы оп-оңай әрі өте нәзік болып шығады. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, барлығы түсінікті болады. Жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Ыдысымызға желатинімізді салып, үстінен азғана сүт құйып, жақсылап араластырып алып, тұндырып қойып қоямыз бір 5-10 минутқа. Және екінші ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып отырамыз. Біркелкі масса шыққанша жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған екен, қалған сүтімізді үстіне құятын боламыз. Осылай құйып аламыз. Енді тағы біркелкі масса болғанша тоқтаусыз араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін орташа қызып тұрған плитамызға қойып, бұрқылдап қайнағанша қайнатып алатын боламыз. Тоқтаусыз араластырып отырамыз. Өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай қайнап шықты, біздің массамыз дайын болды деген сөз. Үстінен жаңағы тұндырып қойған желатинімізді салатын боламыз. Салып алып, жақсылап тағы да араластырамыз. Араластырып болған екен, үстінен тағы 20% сметанамызды қосып, тағы да араластырамыз. Біркелкі масса шығу керек, соға дейін тоқтаусыз араластырамыз. Міне қараңыздар, біздің массамыз дайын болды. Енді осыны ыдыстарымызға құйып шығамыз. Ванилин қоссаңыздар да болады, ол өз қалауларыңызша. Мен осылай бананды ыдысқа турап алдым. Басқа да фруктылар қойып жасасаңыздар болады сіздер. Маған осылай ұнаған екен, мен осылай жасадым. Осылай ыдысымызға тізбектеп қойып шығамыз және үстінен массамызды құйып аламыз. Осылай жартылай құйып алдым. Мен тағы үстіне банан салатын боламын. Басқа да фруктылармен, өз қалаған фруктыларыңызбен жасап көрсеңіздер де болады. Мен осылай толтырып құйып аламыз. Құйып болғаннан кейін 1-1,5 сағат салқын жерге қойып қоятын боламыз. Міне біздің десерттеріміз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп алыңыз.